Саламатсыздар ма әріптестер? Сіздерде табель шығару кезінде табельдің жаңағыдай пән атауларының көп болуына байланысты 2-3 парақ болып кетуіне байланысты сіздерге қалай кестені реттеу керек екенін көрсететін боламын. Қазір мына табельдің шығарылуы, табельдің бастапқы мына пән атауларын қарасаңыздар, келесі бетке де екінші бетке, яғни пән атаулары түсіп кеткен. Яғни сіздерде ол қосымша, яғни бір парақ емес, 2 парақ болып кетіп жатыр. Енді осыны шамалы реттеулеріңізге болады. Ол үшін PDF форматта өңдеуге болмайды бұл жерде. Бұны не Word форматқа, не Excel форматқа ауыстыруларыңыз керек. Ол үшін Google-дан Flip to Word деп жазатын болсаңыздар, конверт ашылады. Конвертке сіздер сол PDF форматтағы табельдеріңізді жүктейсіздер. Сосын ол сіздерге Word үлгісінде табельдеріңізді шығарып береді. Яғни Word үлгісінде шығарылған табельді өңдей аласыздар. Мына жерден файл таңдау деген басатын болсаңыздар, сіздерде файл таңдау қажеттілігі туады. Файл таңдайсыздар. Сіздердің файларыңыз қай жерде тұр? Яғни сіздер оны нақтылап анықтап алыңыздар. Яғни ол загрузкада болатын болса, загрузкадан қарайсыздар. Жаңа жүктелген файл загрузкада тұратын болса, загрузканы таңдайсыздар. Открыть батырмасын бассаңыздар, яғни мына жерде өзі жүктеледі. Мына көріп отырғандарыңыздай файл жүктелді. Файлды ашасыздар. Мына жерде қарасаңыздар, үш пән атауы мына жерде сыймай тұр сіздерге. Оны қосу үшін ұяшықтың үстінен бір рет шертесіздер. Оң жақ батырмасын бассаңыздар, вставить таблица деген бар. Таблица, столбица справа дейді. Яғни осыны таңдасаңыздар, жанынан, яғни мына ұяшықтар саны қосылады. Егер керек болмайтын болса, азайтатын болсаңыздар, азайтасыздар, өшіресіздер. Жарай ма? Сосын мына жердегі ұяшықтағы пән атауларын ерекшелеп аламыз. Ерекшелеп аламыз дағыны көшіресіздер. Мына жерге несеміз? Ставить ящика дейміз. Көріп тұрғандарыңыздай 3 сағат мына жақта түсті. Мына жерде сағат саны, мына жердегі сағат саны бірдей, ол сағат санында өзгешелік жоқ. Толық сағат саны көрсетіп тұр. Дәл осылай мына ұяшықты өшіріп тастайсыздар, шығара бересіздер. Екінші парақша болып тұр. Екінші парақша сіздерге қажет емес. Екінші парақша, яғни мына қол қою деген мәселелер сіздерге мүлде қажет емес. Осыны өшіріп тастаймыз жалпы. Ерекшелеп өшіресіздер. Мына бастапқы беті қалды, мына таблица қалды. Көрдіңіздер ғой? Мына жерден просто таблица қостық. Мына жерде ерекшелеңіздер дағына оң жақ батырмасын басып, объединить ящик десеңіздер, таблицаның бастапқы мына пәндерге дейінгі аралық бос осылай тұру керек. Солай қалады. Әр оқушыныкін жеке осылай істеулеріңіз керек.